Достар, баршаңызға ассалаумағалейкум. Ізгілікте жарысайық деген ұжымына барып, Құда қаласа үйді табыстауға бара жатырмыз. 3 айлық курста оқып жатқам. Бұл жоба өте қиын болды, достар. Счеттан да 80% аяқтадық. Жанар әпкеміз әлі білмейді. Достар, баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін өз керемет күн болып тұр. Ауа райы да, жалпы бүгін осы қасиетті Рамазан айындағы оразаның соңғы күндері. Және де осы соңғы ораза айында біз бір керемет істеуге бара жатырмыз. Өздеріңіз білетіндей, осы Жанар әпкеміз, көп балалы анамызға көмектесеміз деп алдын видео салған болатынбыз. Сол Жанар әпкемізге қазір ізгілікте жарысайық деген ұжымына барып, Құда қаласа үйді табыстауға бара жатырмыз. Бірақтан да бұл жоба біз үшін оңай болған жоқ. Өте көп қиындықтар болды. Бірақ осы жолда көмектескен жандарға сіздерге көп рахметімді айтқым келеді. Ол ізгілікте жарысайық ұжымдағы Асекеңе, Ахмет ағамызға, баршаңызға рахмет. Осындай өте күшті үлкен жұмыс істеп жатқандарыңызға. Одан бөлек мына жерде бізде сіздердің арқаларыңызда осы Жанар әпкемізге үй алып беруге біз тырысып жатырмыз. Және де блогерлер де бар бізге көмектескен. Солардың барлығына Алла берекесін берсін, Алла разы болсын. Рахмет баршаңызға көмектескен жандарға. Құда қаласа осы видеода қазір ізгілікке жарысайық ұжымына бара жатырмыз офиске. Ол жерде сіздер қазір көретін боласыздар. Құда қаласа Жанар әпкемізді, жалпы ізгілікте жарысайық ұжымын мен сіздерге айттым. Бұл ұжым Шымкент қаласындағы көп балалы аналарға жұмыс беріп жатқан, үй алып беруге көмектесіп жатқан ұжым. Балзан екеуміз алдын бастаған едік видеоны, қалай жалпы ощущение қалай отыр? Жалпы негізі қаржы жинау барысында өте көп қиындықтар болды бізде. Одан кейін біз блогерлерден көмек сұрадық. И солай қазір қаржы жиналды деп айта аламын, бірақ толықтай емес. Алдағы уақытта тағы да жиналып жатады. Асат қалды я, полигон. Асат қалды бәрібір. Сәл жетпей қалды. Қанша жетпей қалды? Так, қазір бізде 1,8 миллион жетпей тұр. Почти 2 миллион ғой. 1,8 миллион нақты былай факт айтатын болсақ. Бірақтан да үйдің иесімен келістік, осы айдың соңына дейін қалай да болса да біз 1,8 миллионды тауып ол нені беретін боламыз деп. Одан бөлек ол кісіде біраз счеттармен проблема екен. Көп счеттары арестқа түсіп қалған екен. Енді сол проблемалардың барлығы шешілгеннен кейін міндетті түрде үй өзінің артына жазылады. Жалпы мен ойлаймын да, негізі өз ойым, біздің Қазақстанда осындай бай мемлекетімізде мұқтаж жандар өте аз болу керек. Және де неге біз про бизнес кәсіпкерлер мектебін ашып жатырық, неге біз бағанадай көпшілікке кәсіпті үйретіп жатырық. Жалпы біздің кең байтақ бай мемлекетімізде өте мұқтаж жандар өте аз болу керек деп мен ойлаймын. Өйткені біз осыншама бай мемлекетімізде өмір сүріп жатырмыз. Сол себепті біз бағана про бизнес кәсіпкерлер мектебінде ашып жатқанымыз сол. Бізде көптеген адамдар қалай жалпы кәсіп жасау керек, қалай жұмыс жасауды да білмейді. Сол себепті біз балықты қалай бағана жеуді емес, қалай аулауды біз үйретеміз. Яғни мен қазір өз ойымды жеткізе алмай айтқан жерім, сәл енді қалай айтсам болады, мен сәл қобалжып тұрмын, шыны керек, сәл қобалжып тұрмын. Так, достар, біз келдік қазір. Бұл ізгілікте жарысайық деген ұжым, қайырымдылық қоғамдық қоры. Бұл жерде егерде сіздерге киім-кешек немесе бағанадай көптеген документпен бағана жұмыс жасау керек, немесе волонтер болам десеңіз, осы ізгілікте жарысайық ұжымына келсеңіздер болады. Жалпы Асекең жүр, Асемек мырза, одан бөлек Асхат мырза бар, Ахмет ағамыз бар. Осы жерде өте біздің бағанадай еліміздің нағыз батырлары, красавчик жігіттер осы жерде жұмыс жасауға. Мен бұл кісілерден шыны керек өзім мотивация аламын. Сол себепті осындай қорларды әрдайым қолдап көтеріп тұрайық, дұрыс па?
Достар, бағана айтқандай біз ізгіліктер жарысайық ұжымына келдік. Ізгіліктер жарысайық ұжымы қайтпас бірге жаңа офиске көшіпті. Жалпы бұл ізгіліктер жарысайық ұжымында көптеген волонтерлар жұмыс жасайды. Және де бұл жерде мен бағана айттым, Ахмет ағамыз бар, Асекең бар, Асенбек мырза бар. Осы еліміздің нағыз батырларының бірі де. Жалпы Ахмет аға, осы ізгіліктер жарысайықта қанша жыл болды жұмыс істеп жүргеніңіз? Өзіңіз бір осы жоба туралы айтып өтсеңіз, жалпы біздің оқырмандарға бір өз ойыңызды айтсаңыз. Нақты қасымызда Жанар әпкеміз отыр. Жалпы осы Рамазан айында қазір біз бір жобамыз аяқтаймыз деп жатырмыз. Қазір оны да айтатын боламыз. Енді жалпы осы ізгілікте жарысайық қайырымдылық қорында істеп жатқаныма қазір биыл енді Алланың қалауымен 2-ші жыл. Осы 2 жыл барысында бір 20 шақты асыраушысынан айырылған жетім жесір отбасыларды үймен қамту бәрі Алланың қалауы. Сол 20 шақты отбасыға себепші болдық. Қаншама мынау мүгедекке шыға алмай жүрген жандардың пенсияға шығуына себепші болдық. Енді бәрі Алланың қалауы. Мынау қаламызда енді жанашыр жандар өте көп. Алланың қалауымен кәсіпкер жігіттер бар. Өзіңіз сияқты тәке жанашыр, мынау елді, халықты ойлайтын сіз сияқты жігіттер көп болсын. Еліміз аман. Жалпы сынақта қалған жетім жесір отбасылардың осылай сіз сияқты жанашырлықпен жүгіріп шырылдап жүргеніңізге сізге Алла разы болсын. Енді барлығы енді Алланың қалауы. Басқа да кәсіпкер жігіттерге, енді негізі жомарт кәсіпкер жігіттер өте көп, бірақ енді кімге қайда берерін білмей жүргенде кісілері бар. Егер онда берем, жаңағыда көмек берем дейтін болса, келсін бізге. Бізде барлығы жетім жесір отбасылар, яғни асыраушысынан айырылған, барлығы толықтай көріп, біз өзіміз бізде комиссия бар. Біз өзімізде комиссия бар, оның бәрін тексеріп, шын мұқтаж ба, өтірік мұқтаж ба, қандай көмек керек деген сияқты. Ол бізден өтетін міндеттер, 2 комиссиядан өтеді. Жалпы айтарымыз, тәке баршаңызға рахмет, Алла разы болсын. Осындай отбасыңызбен, жұбайыңызбен, былтырдай карантин басталғанда көрдік. Отбасыңызбен осы халықты ойлап, шын жүректен осындай бірнеше, енді 2 отбасыға емес, 100-деген отбасыға азық-түлік бердіңіздер. Алла разы болсын, баршаңызға ниеттеріңіз қабыл болсын, тәке. Алла тағаладан осы істеп жатқан жақсылықтарыңыз молынан еселеніп қайтсын. Алла тағала қабыл еткен садақадан болсын, тәке. Сіздей осындай жанашыр бауырларымыз көп болсын. Жалпы енді біздің атқарылып жатқан жұмысымыз, мысалы енді басқа қорларда бар, жоқ деп айтуға болмайды. Мысалы енді ол қорлардың бізбен неге, қандай несі ерекшелігі. Яғни ол қорлар тек қана үй алып береді, ол отбасымен қоштасады. Яғни мұқтаж отбасыға үй алып берді, олар кетті уже, ары қарай обратный связь жоқ. Ал біздің басқа қорлардан ерекшелігі, бізде бөлім көп қой бізде. Ол отбасының денсаулығы, яғни ананың, баланың, спорт бөлімі, білім бөлімі. Мысалы бізде бар аналар, жолдас бар кезде үй салғанда, үй біткен кезде жолдас қайтыс болған. Яғни үйі бар, үйінің жері жоқ, құжаты жоқ. Яғни сол ананың жерінің құжатын істеп беру деген сияқты бізде барлық бағыт бойынша жұмыс істейміз. Яғни бір отбасы, яғни сол қиындықтан бері қарай шығуға. Мынау бағана Ахмет аға айттыңыз, көптеген кәсіпкерлер кімге көмектесетінін, қалай көмектесетінін білмейді. Көмектесіп керек, бірақ қалай көмектесетінін. Получается, ізгіліктер жарысайық ұжымында бағанада ақшалайдан бөлек, материалдан бөлек, мысалы көрпе төсек, киім кешек, немесе кітаппен, бір мебельмен, егер үйлеріңіздің ыдыс-аяқ болатын болса, бір затты, ол әшейін үйде тұрған зат болса, ол гаражда, складта зат болса, лучше осы жерге ал келіп, ізгіліктер жарысайық ұжымына әкеліп, осы жерге әкелсеңіздер, Ахмет ағаның командасы, Асекең, Асенбек мырзаның командасы келіп, ол барлық мұқтаж жанға көмектеседі. Біз қазақ елі, бірлігіміз жарысқан елміз. Сол себепті бір-бірімізді тартып жүрсек, еліміз осындай көркейетін болады. Әрқашан. Ол өздері апарып берсе де болады. Біз мекен-жайын, телефонын береміз, оған тұрған ештеңесі жоқ. Даже сол беріп жатқан адам, сол мұқтаж отбасының өзін көрем деп апарып берсе де біз қайта қуанамыз. Яғни сондай аналардың қандай жағдайда тұрып жатқандарын өздері көзімен көрсе, сол жанашыр бауырларымыз. Одан сайын мейірімділігі жүректен жүрекке күшейеді. Сондықтан әрине ол бізде қазір 138 анамыз бар қазіргі таңда. Көмек берем десе ешқандай мәселе жоқ. Жалпы достар, мынандай да, мен Ахмет аға қосып өтейін. Мынау ізгіліктер жарысайық ұжымда Ахмет ағалар, бұл Ахмет ағаның командасы, бұл жерде жұмыс істеу оңай емес.
сол жерде мен бұл кісілерден мен өзім мотивацияланам да, өйткені қандай маңдай термен, мысалы әрбір жоба болсын, мына жерде 20-дан астам жоба бар. Сол себепті бұл кісілердің еңбектерін мен өте қатты былай айтқанда бағалаймын. Сол себепті бұл кісілерге біраз мотивация беріп, міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Бұл кісілерге Алла тағала сізге разы болсын, Ахмет аға, Жанар әпке. Қасымызда отырған Жанар әпкеміз, біздің бір жобамыз бар еді, өздеріңіз білетіндей, осыны 2-3 ай бұрын бастаған. Жалпы Жанар әпке өзіңіз бір ізгіліктер жарса, ұжым туралы айтсаңыз, жалпы Ахмет аға туралы айтсаңыз, қайдан естідіңіз, қалай білдіңіз, жалпы енді сіздерге Ахмет аға әрдайым хабарласып тұрады дегендей, өзіңіз сезім, ішкі сезіміңіз дегендей. Неде оқып жатқан едім, жаңағы 3 айлық курста оқып жатқам. Содан кейін оны оқып болғаннан кейін бір жұмысқа кірдім, ательеге, тігіншілікке де. Қаттырақ сөйлеп едіңіз? Даусым шықпай қалды. Білмеймін, ғой шығып жатыр ғой. Содан кейін сол жерде бір қыз бар еді, келіншек бар еді, тоже самое, енді 2 бала шағасы бар, жолдасы жоқ та енді, айырылысып кеткен. Сол қыз айтты, әпке, сіз осындай не білмейсіз, ол 2017-тен бері ізгілік қоры деген бар бізде. Мен айттым, оңшым мұндай араласпаған екенмін. Мен енді 2017-те өзім жолдасым қайтыс болып, білмей жүргемді ондай нәрсені. Сонымен былтырдан бері мен осы жерге келіп, осы неге жазылып, осы кісілерге келгеннен бері айтпай, Аллаға шүкір деп айтайын, әйтеуір осы жерден жоғымды алып, әйтеуір продуктымды да беріп, аға барып жағдайымды көріп кетті. Сонымен әр не сайын продуктымды қабатқан жоқ, ет болса сразу маған келеді, продукты болса да келеді. Әрбір жаңа жылда деген вообще күшті болып келді. Бір университеттің нелермен, сондай бір күшті болып. Әлі күнге дейін бірақ еш не қылып жоқ, хабарымды алып тұрады. Одан кейін сіз, рахмет, Алла разы болсын, әрдайым сұрап, звондап, WhatsApp желісімен әйтеуір хабарласып отырасыздар. Не дейміз, бұл қорға көрдім ғой, барлығы арсағыр кеде кеп кетті, өткенде Оғызға да мыңда бір рахмет деймін. Айтып, рахмет Ағырке қызға да келіп өзі сәл неғып тұрған екен. Одан кейін Ақжан, Айка деп айтып кетемін, оны Ақжан кеп кетті. Ол әрдайым хабарда болып тұрады Оғызда. Өзі Алматыда болса да Чимкентте де кеп тұрады екен. Оғызға да мыңда бір алғыс деймін. Әуелі әйтеуір бірінші осы кісілерді таптым, одан кейін барып әйтеуір бәрін танып жатырмын. Сіздің алдыңызға бардым, бір мәселемен әйтеуір қалмаңыз деп жіберіп тұрады, әйтеуір барып өстіп жағдайыңызды айтып тұрыңыз, әйтеуір қолдан келгенше бар. Сонымен сізбен таныс болып кеттік, одан сіз әйтеуір ешбір нәрсесі, бір нәрсе болса әйтеуір қалдырмай звондап, мында келіңіз, мұнда келіңіз деп блогердің бәрі кеп жатыр, әйтеуір Аллаға шүкір деп айтайын. Аллаға шүкір жақсымыз енді сонымен. Бірінші Алла тағаланың несі, екінші себепкеріміз ғой. Сол себеппен. Алла тағаланың арқасы. Адам әйтеуір бір-біріне сол себеппен неғып болады екен ғой. Себепшіміз ғой, Алла тағала жүреді. Сонымен өстіп жатып өмір сүріп жатқан жайымыз бар әйтеуір. Бүгін тағы шақырып қалған екенсіздер, сонымен келдік. Жүріп, ұшып отырып келдім. Тағы не айтасыз, біздің оқырмандарға қандай бір кеңесіңіз, жалпы не айтасыз? Айтады тілектеріңіз бар ма? Бар, жақсылықтан басқа нәрсе айтпаймын. Біз өстіп жүргеннен кейін елеп, мысалға да әрбір қазағымыз деп атсыздар ғой енді. Не дейді, әрқайсының басына бір баспана, бір барынша жағдайын жасап берсек деген ниетте болып жатсыздар. Бәріне мыңда бір рахметімді айтам, алғысымды айтам, Алла разы болсын деймін бәріне. Өйткені осы айда әйтеуір ораза айында тем более жақсы, көп нелер келді. Анау не дейтін еді, өткенде бір кімдер кеп кетті, ішкі істер қызмет атқарып жүрген кісілерден де кеп кетті. Әйтеуір барынша нелерін алып келіп, ол кісілерге де алғысымды айтам, алғысым шексіз. Жалпы бұл жобаны біраз болды бастағанымызға, 2-3 айдай болды. Мен бағана енді бұл видеода күліп те айтып жатырмын, көңіл күйім де жақсы болып тұр, шыны керек. Бірақтан да бұл жоба өте қиын болды, достар, өте қиын болды. Өйткені қаржы мәселесінен де, счеттан да, ол біз жақтан да қиындықтар болды, бұл кісілерден де қиындықтар болды. Бірақтан да Құда қаласа бұл жобаны біз 80% аяқтадық. 20% қалды, Құда қаласа аяқтаймыз. Жанар әпкеміз әлі білмейді, үй берейін деп жатқанымызда. Шыны керек. Енді былай да қалай айтсам болады, бұл кісілер действительно баспанасыз, действительно үй жоқ. Енді біз үй Құда қаласа уже бүгін берейін деп жатырмыз. Бұл кісі әлі білмейді. Мен ойлаймын, бұл кісі өте қатты қуаныш болатын жар деп.
Өйткені үйді қазір бұл кісілерге уже көшуге біз үйдің иелерімен келісіп қойдық. Осы айдың соңына дейін осы сумманы жинап береміз дедік. Барша күшімізді қосып, бірігіп, жинап, осы остаток сумма қалды ғой бізде 1,8 миллион береміз дедік. Құдай қаласа. Үй енді кішігірім үй алып беріп жатырмыз. Мен айтамайын былай үлкен үй деп. Бұл видеоны жалпы түсіріп жатқанымыз мақсат қандай? Мақсат біз жақсылықта жарысайық, достар. Әр қайсыларымыз. Ол бағана ізгіліктің командасы болсын, сіздер болсын, біз бір-бірімізге цепочка сияқты көмектесіп отырмыз керек. Құдай қаласа менде осы бір уақытқа да жететін шығармыз. Қазір YouTube-қа видео түсіріп жатырмық қой. Бізде бір 100 мың, 200 мың оқырман болатын, иә. Сол кезде бізде мен ойлаймын, осындай үй алып беру проблема мүлдем болмайды деп та. Өйткені бір-бірімізге әрдайым көмектесеміз деп. Сол себепті достар, бұл видеоның мақсаты сіздерге мотивация болсын. Сіздер де осылай көмектесіңіздер деп, сіздерге де кішігірім болсын, үлгі болсын деп біз түсіргелі жатырмыз. Ешқандай жаман ниет болатын жоқ. Сондықтан да тек қана жақсылықта жарысайық. Елімізді көтеретін де, елімізді түсіретін де бізбіз, достар. Сол себепті әрқашан адам болып қалайықшы. Қандай сіз лауазымда істесеңіз де, қандай лауазымда істемесеңіз де, әрқашан қарапайымдықпен әрқашан адам болып қалайық. Жалпы бұл видеоны просто шынайы сіздерге өзімнің эмоциямен сіздермен бөлісейін деп шештім. Ал Жанар әпкеміз бүгін құда қаласа баспаналы болады. Құда қаласа енді керемет ощущение болатын жер ол кісіде. Қазір эмоциясын бәрін көретін боламыз. Әр сәтің сынақ, әр сәтің сұрақ, шаттықта мұңда мәңгі емес бірақ жарқырап жүргейсің. Мейірімді Алла, ешкімді жылатпа, мейірімді Алла, рухымды құлатпа, мейірімді Алла, сабыр бер сынақта, мейірімді Алла. Мейірімді Алла, ешкімді жылатпа, мейірімді Алла, рухымды құлатпа, мейірімді Алла, сабыр бер сынақта, мейірімді Алла. Жарыс, бұл өмір дәріс, өзгеден бұрын өзіңмен алыс, сен сонда сөнбейсің. Мейлі сен құла, мейлі сен... Қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Ал, қош келдіңіздер. Осы үйді алып едік. Келіншегім осы жерде тұрамын, құдай қаласа. Сіздерді сол қонаққа шақырғанбыз ғой, шай ішіп кетсін, үйде көріп шағынатып көрсін деп. Ал, не дейміз енді? Алланың қалауымен Асаке? Шай ішіп, не қылып, үй құтты болсын, баспана. Келіңдер, балдар, аналарға келіңдер, құтты болсын, той болсын, жақсылық болсын. Ойны өсілер болсын. Құтты болсын, нелеріңіз. Несі үлкен екен, е? Огороды өте үлкен, кең, бағы өте керемет. 4 тал жаңғақ бар, өрік бар, алма бар, бала-шағаларыңызбен өсіп. Жер кең, 3 бөлме, 4 бөлме тағы сала басаңыздар да ол да болады, 2 болады. Енді бәрі Алланың қалауы, осы ізгілік ұжымына, тағы осы іс-шараны басынан аяғына алған осы бауырым, красавчик. Тұран мырза, жарына, сүйікті жарына, отбасына жалпы Алла разы болсын. Қазір 3 ай болды, 3 айдан бері осы кісілер бізбен бірге қалай уайымдасақ, уайымдап, жыласақ, жылап, былай айтқанда қатты уайымдадық біз. Осы күн қашан келер екен деп күттік. Енді Алланың қалауы бүгінге бұйырған екен. Тұран мырза, Алла разы болсын, ет қабыл болсын. Барша атсалысқан отбасымызға, достарымызға, туысқандарымызға. Біздің еріктілеріміз құттықтауға келді енді сіздерді. Құтты болсын үйлеріңіз. Ура! Шашу! Шашу! Алыңыздар! Келді. Тапсырып жатырмыз.
Жері кең болғаннан кейін осы жерді таңдап осы жерді көрдік құдай қаласа. Мұхаммед оның елшісі. Құдіреті күшті Құдайым, құзыретіңе құлайын. Бір сізден мәдәт сұрайын, дінсізден аулақ тұрайын. Ғапылдың зарын шертейін, кәпірдің жанын өртейін. Иландым Аллам дейтоғын, имандылардан ертейін. Дінсіздің қамы үй болмақ, дінсіздің жаны қиналмақ. Жүрегім иман құйдаллах, вәлә иллаха иллаллах. Дінсіздің қамы үй болмақ, дінсіздің жаны қиналмақ. Жүрегім иман құйдаллах, вәлә иллаха иллаллах. Кішкентайлар өсе берсін деймін, дендері сау болсын, аман болсын. Рахмет айтсын. Сенбей тұрмын ғой өзім үйім деген. Бұны осындай үй, бұдан да кішкентай үйде отырдық қой бір заман. Жесірлер, жетімдер жыласа дейді да, Алла Тағалаға шағымданса, Алла бізге неге осындай күндерге түстік, неге біз қинала береміз десе, сол жерге Алланың мейірімі түспейді деген да. Яғни сіз жыладыңыз кезінде, балдарыңыз жылайды, неге біз қиналдық, неге біз ашпыз, киіміміз жоқ деп Аллаға шағымданса, Алла Тағала бізге ешқандай мейірімділік, жақсылық алып келмейді, тек қана сынақ жібереді да. Сол үшін ата-бабамыз не үшін жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған, Алла Тағаланың несіне қорғады, қаһарынан қорғады. Біз адамдар емес, бұл Алланың қаһарынан қорғуымыз керек. Сол үшін біз Алланың құлымыз. Сіз мұқтаж емессіз, біз мұқтажбыз сізге көмектесуге. Алла енді басыңызға сынақ берді, жолдасыңызды Алла алды, бірақ Алла Тағала балдарыңызға жақсылығын айтып отыр ғой енді. Бір қиындықтан кейін Алла Тағала екі жақсылық дейді да. Осы мейірім негізі Алла, енді біз қайырымдылыққа жүргеннен кейін Алла деп жүреміз ғой. Сол Алла тағы бір сүйген пендесін дәлелдеді, бізге жіберді, тек оны емес, отбасымен жіберді. Тұран деген мырзаға Алла Тағала иман берді да, көрдіңіз ба? Отбасымен алып келді. Әкесі де келді, жұбайы. Қалай процесс қашан басталды, бірге жүр ғой осы екеуі. Біз қалай ойымдасақ, тәкең дәл сонда уайымдады. Қалай істейміз, не істейміз, қалай да осы анамды үйге қылу керек. Жолдасы қасында жүр. Алла разы болсын. Бала-шағаңызға Алла Тағала үлкен сауаптан жазсын. Бақтарыңыз ашылсын Құдайға, ешқашан ауырмаңыздар. Осы ана қалай қуанса, қалай бүгін қуанса, сіздердің әрбір күніңіз осындай қуанышты болсын. Алла Тағала разы болсын. Амин. Алла разы болсын. Міне құрметті достар, көпті көрсе күл деп, осы тұсап Тұран мырза бастады. Ағайын туғаны бар, достары бар, жан-жары бар, әкесі бар. Бір отбасы, осындай бір отбасыны қуантуға үлкен үлес қосты. Алла разы болсын. Рахмет. Алла разы болсын. Сіздердің арқаларыңыздан. Алланың арқасы. Достар, кәсіпкерлер, қараңыздар, сіздер егерде қай жерге қалай көмектесе білмей жатсаңыз, тағы да айтайын. Ізгілік деген ізгілікте жарсақ деген қоғам бар. Сол қоғамға келсеңіздер, міндетті түрде осыны көп деген баспанасыз жүрген көп балалы аналар, очередте жүрмей жатқан, бұл кісіден 3 жылдан кейін жүреді деді ғой. Сол сияқты көп деген адамдар бар. Кәсіпкерлерді сол ізгілікке жарсақ қоғамға қосылуларыңызды сұраймыз. Ол жерде ақшалай да емес, ол жерде киіммен де, затпен де, ыдыс-аяқпен де көмектесуге болады. Және де мен мына жерде бір огородты көріп, қазір есіме түсіп отыр да, мен әкем айтатын еді, біздің бабамыз Шымкент қаласында болыс болған. Сол болыс болған кезінде енді Шымкент қаласында ең жас болыстардың бірі болған. Болыс деген қазір әкім сияқты. Сол кезде огород еге деген, осындай помидор, огурцы егеді, арбуз егеді. Сол кезде еккен кезде 7-ші қатарындағы бағана помидорлар, огурцилар
ол бағанадай жетім жесірге және мұқтаж жандарға береді. Және де сол өте андай не болады деген, андай күшті болып егіледі деген да. Сол себеп бұны не үшін айтып жатырмын? Жақсылықта жарысайық. Әр адам және әр пенде жақсылықта жарысы көріп, сол үшін айтып жатырмын. Бұл азаматтарға да айтып жатырмын. Аны жақсылық жасаңыздар міндетті түрде. Әр жақсылық жасап тұрсақ, еліміз көркейді. Елімізді көтеретін де, елімізді түсіретін де әр қайсымыз біз. Рахмет. Берген садақа Алладан міндетті түрде қайтады ол. Иә. 10 есе 100 есе қайтады ол Алладан. Осы мына жерде мен бағана айтып жатырмын, үй бар, жер бар, дайын бизнестер бар екен, тандыр бар, баня бар, огород бар, жаңғақ бар. И мына жерде тапшаны қойып қойып, жазда дем алып, кітап оқып, мангалды қойып, мангал шашылып қойып, қонаққа келіп тұрамыз. Жанар әпке құтты болсын. Тек қана биік шыңдардан көріңіз. Бұл бастамасы әлі. Әлі бұндай үйлерді сіздерде Құда қаласа басқа да аналарға алып беретіндей жаңа жетіңіз. Бұл керемет. Рахмет. Құтты болсын тағы да. Өте қатты қуаныштымын. Достар, осымен видео аяқталды. Баршаңызға көп-көп рахмет. Жанар әпкеміз баспаналы болды. Өте қатты қуаныштымыз. Ізгілікте жарысайық ұжымына да рахмет, командаға рахмет. Және де бағана Жанар әпкеміз айтып отыр, бірінші келген кезде жер сұрап келгеннен деп Алла тағаланың құдіреті, жер, және де үй, және де кәсіп беріп жатыр. 3 в 1. Бонус. Сол себепті Алла мыңда бір рахмет. Тек қана жақсылықта жолығайық. Осындай видеолар ұнаса, міндетті түрде комментарий жазыңыздар, және де Жанар әпкеге сәттілік тілеп қойыңыздар. Баршаңызға сәттілік.